Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Алдыңғы видеомда сіздерге копилканы жасап үйреткен болатынмын. Сол кезде көп қаралым жиналды және сұрақтар болған болатын. Сол сұрақтарға жауап ретінде осы екінші видеомды түсіріп отырмын. Бұл жерде акварельный краска мен акриловый красканы салыстырып бояйтын боламыз. Алдын ала осындай екі қонжық копилканы дайындап қойған болатынмын. 3 күн өтіп, осылай аппақ болып кебеді сіздерде де. Бір қонжығымызды акварельный краскамен бояйтын боламыз. Қасына осындай су және бірге щеткасын алатын боламыз. Ал екінші қонжығымызды біз акриловый турецкий краскамен бояйтын боламыз. Сіздерге барлығының ссылкасын төменде қалдыратын боламын. Осындай мен 3 түсті таңдаған болатынмын. Және синтетический осындай кисті қолданатын боламыз. Краскамызды құйып алу үшін осындай пластмасс зат алатын боламыз. Ол сіздерде стакан болса да болады. Қыздар, акварельный красканы раскраска ретінде осылай қонжықты боясаңыздар болады. Бірақ бұнда бір келкі жағылмайды. Краска көріп отырғандарыңыздай кистің іздері қалып қояды. Себебі бізде красканы суға қосып отырғаннан кейін осындай кистінің орындары қалып қояды екен. Және кішкентай кистімен қыздар сіздер ұзақ бояп кетесіздер. Сондықтан осындай синтетический кистіні бірге алып алуды ұсынамын. Балдарыңызға бояуға жасасаңыздар, қыздар, акварельный краска сіздерге жарай береді. Ал сатуға немесе біреуге сыйлауға жасайтын болсаңыздар, акриловый краскамен бояңыздар. Копилканы бояу ұқыптылықты талап етеді. Сыртына шығармай бояйтын болсаңыздар, сіздердің копилкаларыңыз да өте әдемі шығатын болады. Міне достар, бір емес 2 рет бояғанда акварельный краскамызбен қонжығымыз осындай болып шықты. Сонда да кистінің іздері байқалып тұрады екен. Ал достар, екінші қонжығымызды акриловый краскамен бояйтын боламыз. Ең алдымен біз осындай қоңыр түс алған болатынбыз. Бояуымызды кішкене шайқап алатын боламыз. Және манағы пластмассымызға кішкене құйып алатын боламыз. Бізде бір жақсысы көп көлемде кетпейді. Кішкентай көлем барлық копилкамызды бояуға жеткілікті болады. Синтетический кисті мен жай кистінің айырмашылығы бұл: синтетический кисті жұмыс барысында өте жеңіл қозғалады, өте жұмсақ және сізге ұзақ қызмет атқаратын болады. Бояу барысында басындағы кистісі түсіп қалмайды. Ал жай кистілер басындағы кистісі түсіп біріншіден сіздің жұмысыңызға кедергі болады. Ал екіншіден қыздар, кистісі азайып қалатын болады. Бояған кезде сіздерге 2 кисті алуға кеңес беремін. Ол біріншісі осындай мен бояп жатқандай кисті және екіншісі бұл кішкене жіңішке кисті алсаңыздар, үлкен кисті бояй алмайтын жерлерді сол жіңішке кистімен бояйтын боласыздар. Міне қыздар, бірінші краскамызбен бояп болдық. Енді ішін, мұрнын, құлағын және аяқтарын біздер
бежевый түспен бояйтын боламыз. Кішкене ақшылдау түсті осы жерде қалдырып кетемін суреттердің барлығының. Осындай түспен бояйтын боламыз. Және қыздар, кистіміз бен ыдысымызды тазалап, жылы суға жуып алатын боламыз. Келесі қолданғанда таза кистімен қолданатын боламыз. Кистіміз бен ыдысымызды қайтадан жуып аламыз. Енді үшінші біз осындай қызыл түспен бояйтын боламыз. Акриловый красканың қыздар түрлері өте көп. Мен осы турецкий түрін қолданып көрген болатын, маған қатты ұнады. Сіздер басқа түрлерін қолданып көрсеңіздер болады. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, сол акриловый красканы қолдансаңыздар болады. Міне қыздар, 3 түсті краскіден осындай әп-әсем қонжығымызды бояп шыққан болатынбыз. Енді көзіне қыздар менде қара акриловый краска болмады. Мен осындай қара грунтты қолданған болатынмын. Осылайша капелкамыз дайын болды қыздар. Сыртын сіздер лакпен боясаңыздар да болады, немесе осылай қалдырсаңыздар да өз еркілеріңіз. Осылайша екі қонжығымызды бояп шыққан болатынбыз. Айырмашылығын байқап тұрған шығарсыздар қыздар. Акриловый красканы мен тек бір слой етіп бояған болатынмын, ал акварельді 2 слоймен боядым. Видеом пайдалы болды деген үміттемін. Келесі видеомда көріскенше.